Қайырлы күн қыздар, мен сіздерге бүгін өте дәмді пловтың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен 300 мл ұнымыз кішкене қызғаннан кейін үстіне еттерімізді салатын боламыз. Ұнымыз кішкене қызды, біз еттерімізді саламыз. Мен тауықтың етін жазамын, бізге тауықтың етін айтып өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Қыздар оттың астын баяу қойып, етін жауып, өзінің суымен бір жарты сағаттай бұқтырамыз. Етіміз жұмсақ болып шығады. Өте қыздар әлі суымен бұқтырылып жатыр. Өзі қазір суы тартылып. Осылай пісірсеңіздер қыздар, ет өте жұмсақ, керемет болады. Егер де қатты қызып тұрған ыстық майға етіңізді сала салсаңыз, етіңіз тырысып қалады да, ет өте қатты болып кетеді. Мына өзімнің несімен әлі біраз уақыт тұратыны бағана мен бір бетін аударып қойдым. Енді бір 15-20 минуттай тағы да осылай қалдырамын. Сол кез суы тартылады өзі. Міне қыздар, суы тартылды. Etimiz suyu üstüne birazını salamız. Kızlar, егер де сіздер пловтарыңыз көңіл қалай түспес болған қаласаңыздар, мына сәбіздің пиязы қоңыр болғанша қуыру керексіздер. Ал егер сіздерге ондай ұнамайтын болса, мына пиязын езілгенше қуырсаңыздар жеткілікті. Мен қатты қызарғанша қуыратын боламын. Астын қатты ашып. Беті осылай ашық күйінде тұрып қуырылатын болады қыздар. Міне қыздар, қып-қызыл түске еніп сап-сары болып қойылды. Енді сәбізімізді саламыз. Қыздар, сәбізді осындай үлкендігі осындай болсын. Үлкен сәбіз таңдамаңыздар. Кіші сәбіздер өте дәмді болып келеді. Сол себепті осындай кішірек сәбіз таңдаған жақсы. Осыны салып, үстіне сәбізді қуыратын боламыз. Қуырғанда сәбізді қыздар етін жауып қуырамыз. Себебі витаминнің бәрі сыртқа шығып кетпеу үшін. Қазір араластырып алып, етін жауып қуыратын боламыз сәбізімізді. Қатты отты. Негізі қыздар, сәбіз қанша үлкейген сайын дәмсіз болады. Сол себепті кішірек сәбіз таңдаған жақсы. Сәбіздің басы үшкір емес, домалақтау болып келген сәбіз таңдаған жақсы. Себебі сол дәмдірек болады. Етін жауып қуыратын боламыз. Міне қыздар, сәбізіміз қуырылып болды. Енді үстіне су қоятын боламыз. Әркім қалай өлшейді. Мен міне осындай пиалаймен 4,5 пиалай су құятын боламыз. 4,5 пиалай су және де осындай пиалаймен 4 пиалай күріш салатын боламыз. Жарты пиалай су және де қыздар үстіне мен алдын ала қайнатып қойған горохты салатын боламын. Горохты қыздар алдын ала қайнатып және сыртын тазалап салатын боламын. Және де мейіз салатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Және де бір бас чеснок салып қоятын боламыз. Енді осыны қайнататын боламыз. Жақсылап қайнағанын күтеміз. Қыздар, ешқандай тұз еш нәрсе әлі салған жоқпын. Себебі мен етін тұздалғандықтан қазір бір рет қайнағаннан кейін тұзын көретін боламын. Сосын барып салатын. Сіздер өздеріңіздің нелеріңізге қарай, татымына қарай тұз салатын боласыздар. Қыздар, сорпамыз қайнап жатыр. Жарты сағаттай қайнатып қойғанбыз осылай. Баяу отта қайнатамыз қыздар. Қайнағаннан кейін
еттерімізді алып алатын боламыз. Және де чеснокымызды алып, үстіне күрішімізді салатын боламыз. Күрішіміз жақсы шашыраңқы болып шығу үшін қыздар, міндетті түрде күріштің суы тұнық болғанға дейін жуыңыздар. Сол кезде күріштеріңіз шашыраңқы болып шығады. Кез келген күріштің түрін бола береді. Ең маңыздысы сол күріштеріңізді жақсылап суын тұнық қылып жуыңыздар. Осылай батырып шығатын боламыз. Және де астын қатты қоятын боламыз. Асты қатты болып тұрады. Суы тартылғаннан кейін, қазір бетіне су шығып тұр ғой, сол бетіндегі суы кішкене тартылғаннан кейін астын өте баяу қойып қоямыз қыздар. Қыздар, міне қайнап жатыр да, бетін жауып қоямыз. Еттерін қайтып салсаңыздар да болады. Қатты қайнағанша осылай тұрады да, бетіндегі су тартылғанша, су тартылғаннан кейін астын өте баяу отқа қоятын боламыз. Қыздармен су тартылып жатыр, бұдан да қатты тартылу керек. Көзі астын жай қоямыз. Міне қыздар, су тартылды, енді астын өте жай қоямыз. Өте баяу отта 20 минуттай ұстаймыз қыздар. Араластырмаймыз мүлдем. Жарты сағатқа осылай қалдырамыз.